Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята. Біздің бүгінгі тақырыбымыз отан отбасынан басталады, то есть родина начинается с семьи. Бүгінгі сабақта сен нені үйренесің? Чему ты научишься на этом уроке? Сен бұл сабақта жаңа сөздермен сөйлем құрауды, то есть составлять предложения с новыми словами, және де мәтін бойынша сұрақтарға жауап беруде, отвечать на вопросы по тексту. Және де бүгінгі сабақтың жаңа сөздері, новые слова сегодняшнего урока. Биік, высокий, асқар тау, великая гора, өсімдік, растение, тұнық означает яркий или же чистый. Тағы бір рет қайталайық. Биік, высокий, асқар тау, великая гора, өсімдік, растение, тұнық, яркий или же чистый. Енді балақай тапсырмаға көшейік. 84-ші беттегі бірінші тапсырма тыңда, сызба бойынша сөйле, то есть послушай и говори по таблице. Отан атам, отан әжем. Осы сөзім қате ме екен? Қате болса, неге біздер дейміз оны атам екен? Отан әкем, отан анам. Екеуі де бірдей маған. Туған ел, туған жер деп, ол бекерге аталмаған. Атам, әжем, әкем, анам, төртеуі де отан маған. Смотри, родина – это мой дедушка, родина – моя бабушка. Осы сөзім қате ме екен? Неправильно ли эти мои слова? Қате болса неге біздер? Если неправильно, тогда почему мы называем его атам екен? Отан, родина, мой папа, родина, моя мама. Они оба мне одинаковые. Туған ел, родная страна, родная земля, ол бекерге аталмаған. Он так зря был не назван. Мой дедушка, бабушка, папа, мама, они все четверо отан маған, мне родина. Енді сұраққа жауап берейік. Отан деген не? Бұл сызба бойынша жауап беруіміз керек. Отан деген не? Отан, отан, атам, әжем, отан, анам, отан, әкем. Кәнеки дәптерімізге жазып алайық. Отан, атам, әжем, отан, анам, отан, әкем. Жарайсың, балақай. Осымен балақай біздің бірінші тапсырмамыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше.